Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка, 2 класс. Тема урока: в нем живет моя семья. 9 урок, раздел «Моя семья и друзья». Сәлеметсіздерме? Орыс тілі сабағын бастаймыз. 2 сынып 9 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы «Онда менің отбасым тұрады». Менің отбасым және достарым бөлімі. Цель урока: ты научишься понимать значение новых слов в предложениях, выражать свое отношение к содержанию стихотворений, писать словосочетания. Сабақтың мақсаты: сөйлемдегі жаңа сөздердің мағынасын түсінуге үйренесіз. Өлеңдердің мазмұнын өз көзқарасыңызбен естіген сөз тіркестерін жазасыз. Упражнение номер 1. Отгадай загадку. Назови слово. Бақыты шеш, сөзді ата. В нем живет моя семья, мне без него не жить ни дня. В нем живет моя семья, менің отбасым сонда тұрады. Мне без него не жить ни дня. Мен онсыз бір күнде өмір сүре алмаймын. Ответ: дом. Жауабы: үй. Упражнение номер 2. Послушай отрывок из стихотворения Дюсенбиева. Я из песка построил дом, большой красивый дом. Потом террасу для гостей, террасу с козырьком. Надел фартук я потом и поварский колпак. Екінші жаттығу: өлеңдегі өлеңнің үзінді тыңда. Менің үйім. Мен құмнан үй салдым, үлкен әдемі үй. Содан кейін қалқасы бар терраса салдым. Оған алжапқыш кигіздім және аспаздық бас киім кигіздім. Кипит казан над очагом, бормочет беспармак. И натянул я 2 струны на маленькой домбре. Пускай приходят плясуны и пляшут во дворе. Добро пожаловать в мой дом, открыт для всех гостей. Ошақта қазан қайнап тұр, деп күбірледі беспармақ. Ал мен 2 жіпті тарттым. Кішкентай домбырада бишілер келсін, ал аулада билесін. Қош келдіңіз, менің үйім барлық қонақтарға ашық, дейді. Терраса с козырьком — это қалқасы бар терраса. Упражнение номер 3. Ответь на вопросы. Какой дом построил герой стихотворения? Герой стихотворения построил дом из песка. Өлең кейіпкері үйді неден салды? Үйдің кейіпкері үйді құмнан салды. Что он еще построил? Террасу с козырьком. Ол тағы не салды? Төбесі бар терраса салды. Терраса, площадка, пристройка, козырек, шатыр, беспармак, казахский. Что делал герой в доме дальше? Расскажи по порядку. Әрі қарай батыр не істеді деп ойлайсың? Расскажи по порядку. Предмен айтып бер. Надел фартук и колпак, поставил варить беспармак, натянул струны на домбре. Дальше герой надел фартук и колпак, поставил варить беспармак и натянул струны на домбре. Содан кейін батыр алжапқышпен бас киім кигізіп, беспармақ пісіріп қойып, домбыраның қылын тартты. Для чего он все это сделал? Ол барлығын не үшін жасады? Для того, чтобы пришли гости и веселились. Себебі барлық қонақтар келіп, көңіл көтерсін деді. О какой черте казахского народа говорится в этом стихотворении? Қазақтың қандай қонақжайлық туралы айтылады? Стихотворение говорит о гостеприимстве казахского народа. Қазақтың қонақжайлық туралы айтылады. Объясни, как ты понимаешь название стихотворения? Өлеңнің тақырыбын қалай түсінетінді түсіндір. Название стихотворения «Мой дом» говорит о том, что дом не только красивый, но и всегда рад гостям. Өлең тақырыбы менің үйім. Өлең тек қана әдемі және жайлы емес, және де сонымен қатар ол қонақтарға әрқашан қуанышты. Упражнение номер 4. Объясни значение слова
Плясоны. Би сөзінің мағынасын түсіндіріңіздер. Пускай приходит плясоны и пляшет во дворе. Бишер келіп аулада билесін. Выбери правильный вариант. Вариант Б. Плясуны это люди, которые танцуют. Бишелер ол билейтін адамдар. Б. Жауабы. Упражнение номер 5. Прочитай слово в одуме на родном языке. Запомните слова на русском языке. Напиши в тетради. Упражнение номер 5. Менің өзімнің туған үйім туралы оқыдым. Запомните слова на русском языке. Запиши в тетради. Ол сөздерді орыс тілінде сақтап дәптеріңе жазып ал. Туған үй дегеніміз махаббат, мейірімділік, қамқорлық, достық, құрмет, түсіністік. Родной дом – это семья, забота, любовь, понимание. Упражнение номер 2. Спиши предложение в тетрадь. Алтыншы тұру сөйлемді дәптеріңізге көркем көшіріп аламыз. Упражнение номер 7. Прочитай и выбери слово на тему семья. Напиши. Отбасы тақырыбы бойынша сөздерді оқып, дәптерге жазып аламыз. Семья, отбасы, дружба, достық, любовь, махаббат, дети, балалар, забота, қамқорлық, уважение, сыйластық. Ребята, урок окончен. До свидания, до следующего урока. Сабағымыз аяқталды. Келесі уақытта кездескенше сау болыңыздар.